Көп адамдар үшін Жапония болашақтан келген ел сияқты. Таза көшелер, тыныш метро, жоғалған заттар иесіне қайта оралатын қоғам. Әлемдегі ең қауіпсіз елдердің бірі. Жапонияда бір қала бар. Оның аты Токио. Бұл қалада шамамен 40 миллионға жуық адам өмір сүреді. Бірақ соған қарамастан көшеде айқай жоқ, төбелес жоқ, хаос жоқ. Ал поезд секундқа дейін уақытпен жүреді. Адамдар кезекте ешқашан итерілмейді. Супермаркеттерде сатушылар саған тағзым жасап сөйлейді. Ал егер сен әмияныңды жоғалтсаң, өте үлкен ықтималдықпен ол саған қайта келеді. Көп адамдар осы елді көріп бір нәрсені айтады. Бұл қалай мүмкін? Жапония тәртіптің символы, технологияның символы, дисциплинаның символы. Бірақ осындай мінсіз қоғамның ар жағында басқа бір шындық бар. Оны туристер көрмейді, оны Инстаграм көрсетпейді, оны туристік гидтер айтпайды. Бүгінгі шығарылымда біз Жапонияның сол жағын көреміз. Сырттан қарағанда бәрі мінсіз, бірақ ішіне кірсең мүлде басқа әлем. Бұл видео Жапонияны жамандау емес, бұл видео шындықты көрсету. Өйткені кейде ең әдем жүйелердің ішінде ең үлкен қысым жасырынып жатады. Бүгін біз сол сұраққа жауап іздейміз. Неге Жапония соншалықты тәртіпті? Бұл мәдениет пе, әлде қысым ба? Ал ең маңызды сұрақ, осындай мінсіз әдемі қоғамның ішінде адамдар бақытты ма? Жапониядағы тәртіп жайдан жай пайда болған жоқ. Бұл ғасырлар бойы қалыптасқан мәдениет. Жапон қоғамында ең маңызды ұғымдардың бірі бар. Уа. Бұл сөздің мағынасы үйлесім, қоғамдық тыныштық. Жапон мәдениетінде бір ереже бар. Қоғамның тыныштығы жеке адамның қалауларынан жоғары. Яғни, сенің жеке пікірің кейде маңызды емес. Маңыздысы қоғамдағы баланс. Сол себепті жапондар бала кезден бір нәрсеге үйретіледі. Көзге түспеу, қақтығыс тудырмау, басқаларға кедергі жасамау. Мысалы, Жапонияда метрода телефонмен қатты сөйлесу әдепсіздік болып саналады. Адамдар пойызда өте тыныш отырады. Тіпті ұялы телефонды авиарежимге қою мәдени норма. Ал көшеде қоқыс тастау өте сирек кездеседі. Себебі адамдар айыппұлдан емес, ұяттан қорқады. Жапон қоғамында тағы бір маңызды ұғым бар. Хаджи. Бұл ұят дегенді білдіреді. Батыс мәдениетінде адамдар көбіне заңнан қорқады. Ал Жапонияда адамдар қоғамның пікірінен қорқады. Сен бір ережені бұзсаң, полиция сені жазаламауы мүмкін, бірақ қоғам оны кешірмеуі мүмкін. Бұл Жапон мәдениетінде өте ауыр нәрсе. Сол себепті Жапониядағы тәртіптің бір үлкен құпиясы бар. Ол полиция емес, ол бақылау камерасы емес, ол қоғамдық қысым. Ал дәл осы жүйе Жапонияны әлемдегі ең тәртіпті елдердің біріне айналдырады. Бірақ осындай қоғам үшін көптеген проблемалар пайда болады. Егер сен қоғамның ережесіне сәйкес келмесең, не болады? Егер сен басқалар сияқты бола алмасаң, не болады? Ал егер сен шаршасаңшы, егер сен демалғың келсеші? Жапонияда осы сұрақтарға әрқашан жауап табыла бермейді. Сондықтан бұл келесі үлкен мәселені туғызады. Жұмыс. Жапония ең еңбекқор қоғамдардың бірі, бірақ кейде еңбекқорлық қауіпті шекарадан өтіп кетеді. Мұнда өте ерекше термин бар. Кароши. Бұл сөздің мағынасы жұмыстан қайтыс болу. Бұл жай эмоционалды сөз емес. Бұл ресми әлеуметтік құбылыс. Жапония тіпті осындай өлімдерді ресми түрде тіркейді. Осы сәтте кеудемізде бір сұрақ пайда болады.
Қалайша әлемдегі ең дамыған елдердің бірінде адамдар жұмыстан қайтыс болады? Бұл қалай болуы мүмкін? Осы сұраққа жауап беру үшін біз Жапонияның ең маңызды жүйелерінің бірін қарауымыз керек. Жапон жұмыс мәдениеті. Ал бұл мәдениет кейде өте қатал болуы мүмкін. Таңғы сағат 7. Токио. Метро станциялары адамға толы. Мыңдаған адамдар бір бағытқа кетіп барады. Жұмысқа. Жапонияда жұмыс жай ғана табыс көзі емес. Бұл өмір салты. Көп жапон компанияларында қызметкерлер күніне 10, 12, кейде тіпті 14 сағатқа дейін жұмыс істейді. Ал кейбіреуі үйіне тек түн ортасында ғана қайтады. Бірақ ең қызығы, олардың көбісі жұмыс орнын басшысынан бұрын тастап кете алмайды. Тіпті жұмысы бітіп тұрса да. Себебі жапон мәдениетінде бір ереже бар. Егер бастық отырса, сен де отырасың. Бұл жазылмаған заң. Ал кейде осы мәдениет өте ауыр салдарға келеді. Айтып кеткенімдей, Жапонияда өте белгілі термин бар. Карроши. Бұл сөздің мағынасы жұмыстан қайтыс болу. Бұл жай сөз емес. Көбіне өлімнің себебі инфаркт, инсульт, қатты стресс. Кей жағдайларда адамдар жылдар бойы демалыссыз жұмыс істейді. Ұйқы аз, қысым көп. Ал дене бір күні жай ғана тоқтайды. Бір қызық факт бар. Көп жапон компанияларында қызметкерлер жыл сайын демалыс алуға құқылы. Бірақ сол демалысты көп адамдар пайдаланбайды. Неге? Себебі жапон қоғамында тағы бір қысым бар. Егер сен демалыс алсаң, командаға қиындық тудырып жатсың деген ой пайда болады. Ал бұл жапон мәдениетінде өте ауыр сезім. Сол себепті көп жапон жұмысшылары шаршаса да жұмысын жалғастыра береді. Жапонияда тағы бір ерекше көрініс бар. Метро ішінде ұйықтап отырған адамдар. Бұл өте жиі кездеседі. Кейде адамдар тұрып ұйықтап кетеді. Себебі олардың ұйқысы жетпейді. Жапонияда орташа ұйқы уақыты көп дамыған елдерден төмен. Ал ұзақ уақыт дұрыс ұйықтамау адам психикасына өте қатты әсер етеді. Бірақ ең қызығы, осындай ауыр жүйеге қарамастан көп жапондар шағымданбайды. Себебі олар бала кезден бір нәрсеге үйретіледі. Қоғам үшін жеке адам құрбан бола алады. Ал осы ой кейде өте қауіпті деңгейге жетеді. Себебі шаршаған жалғыз қалған адам бір күні жүйеден толық шығып кетуі мүмкін. Ал бұл келесі үлкен проблемаға апарады. Жалғыздық. Жапонияда тағы бір ерекше термин бар. Кодокуши. Жапония өте тығыз қоныстанған ел. Миллиондаған адамдар бір қалада өмір сүреді. Мысалы, Токио. Бұл мегаполисте ондаған миллион адам бар. Көшелер толы, пойыздар толы, ғимараттар толы. Бірақ осындай халықтың ішінде өте көп жалғыз адамдар өмір сүреді. Айтып кеткендей, Жапонияда соңғы жылдары бір ерекше термин кең тарады. Кодокуши. Бұл сөздің мағынасы жалғыз өлім. Яғни бұл кезде адам өз үйінде қайтыс болады. Ал оны кейде апталардан кейін ғана табады, кейде айлардан кейін. Мұндай жағдайлар Жапонияда соншалық жиілеп кеткені, тіпті арнайы компаниялар пайда болды. Бұл компаниялар осындай пәтерлерді тазалаумен айналысады. Олардың жұмысы жалғыз қайтыс болған адамдардың үйлерін қалпына келтіру. Бұл өте ауыр жұмыс. Кейде олар адамның денесі жатқан жерді апталардан, тіпті айлардан кейін табады. Ал көршілер ештеңке байқамаған. Себебі Жапонияда адамдар бірін-бірінің өміріне араласпайды. Мұнда бір сұрақ туындайды. Қалайша әлемдегі ең дамыған елдердің бірінде адамдар осылай жалғыз қалады? Бұған бірнеше жауап бар. Біріншіден, жұмыс. Жапонияда көп адамдар өмірінің көп бөлігін жұмыста өткізеді, ал жеке өмір кейде екінші орынға қалады. Екіншіден, қоғамдық қысым. Жапонияда сәтсіздік өте ауыр қабылданылады. Егер адам жұмысынан айырылса, немесе қоғамның күткен деңгейіне жетпесе, ол кейде қоғамнан толық алыстап кетеді. Ал үшінші себеп
жалғыздық мәдениеті. Жапонияда жалғыз тұратын адамдар саны жыл сайын өсіп жатыр. Көп жастар үйленуге асықпайды. Кейбіреулер мүлде отбасы құрмайды. Нәтижесінде миллиондаған адам жалғыз өмір сүреді. Ал кейбіреулер үшін сол жалғыздық өмірінің соңына дейін созылады. Бірақ Жапониядағы ең ерекше құбылыстардың бірі тағы бар. Кей адамдар қоғамнан мүлде жоғалып кетеді. Олар жұмысқа бармайды, мектепке бармайды, достарымен кездеспейді. Олар өз бөлмесінен жылдар бойы шықпайды. Жапонияда бұл құбылыстың да аты бар. Хикикомори. Бұл сөздің мағынасы қоғамнан толық оқшауланған адам. Яғни адам өз бөлмесінде өмір сүреді. Ол жұмысқа бармайды, оқуға бармайды, достарымен кездеспейді. Кейде ол бөлмеден айлар бойы шықпайды, кейде жылдар бойы. Ал ең таңғаларлығы, бұндай адамдар Жапонияда өте көп. Зерттеулер бойынша жүздеген мың адам осындай өмір сүреді. Кей сарапшылар олардың саны тіпті миллионға жақын деп болжайды. Бұл бір ел үшін өте үлкен сан. Көп жағдайда бұндай адамдарды ата-аналары асырайды. Олар тамақ әкеледі, ақша береді, коммуналдық төлемдерді төлейді. Ал олардың баласы өз бөлмесінде жылдар бойы өмір сүреді. Ал кейбір ата-аналар баласының тамағының есігінің алдына тастап кетеді. Бұл бір үнсіз келісім секілді. Неге бұлай болады? Неге кей адамдар қоғамнан толық жоғалып кетеді? Бұған себептердің бірі қысым. Жапония қоғамы өте талапшыл. Мектепте жақсы оқу керек, университетке түсу керек, жақсы компанияға жұмысқа орналасу керек. Ал егер осы жолдан ауытқып кетсең, кей адамдар өзін сәтсіз сезінеді. Жапонияда оқу жүйесі де өте бәсекелестікке толы. Балалар кішкентай кезден бастап көп дайындалады. Олардың емтихандары өте маңызды. Кейбіреулер үшін сол емтихан болашақты шешеді, ал кей жастар осы қысымды көтере алмайды. Сол кезде олар қоғамнан алыстай бастайды, ал кейде сол алыстау жылдарға созылады. Бірақ Жапониядағы парадокс мынада. Бұл ел өте тәртіпті, өте тыныш, өте мәдениетті. Бірақ бұл мәдениеттің артында көп адам жалғыздықты сезінеді. Ал жалғыздық кей адамдарды көрінбейтін етеді. Жапонияның көшелері түнде де жарық. Неон шамдар, жарнамалар, пойыздар. Бірақ сол жарықтың ішінде көп адамның өмірі ешкімге көрінбейді. Ал бұл тағы бір ерекше сұраққа келеді. Егер Жапония соншалықты дамыған ел болса, онда неге адамдар осынша жалғыздықты сезінеді? Маунт Фуджи етегінде бір ерекше орман бар. Аогигахара Форест. Сыртынан қарағанда бұл жер өте әдемі. Қалың ағаштар, жасыл шөп, өте әдемі табиғат. Көптеген туристер бұл орманға серуендеу үшін келеді. Бірақ жергілікті адамдар бұл жерді басқаша біледі. Олар оны тағы бір атпен атайды. Тыныш орман. Аогигахара әлемге өте қайғылы себеппен танымал. Бұл орман жылдар бойы өмірден шаршаған адамдар келетін орманға айналған. Сол себепті жергілікті билік орман кіре берісіне арнайы белгілер қойған. Онда мынандай сөздер жазылған. Өмір өте құнды нәрсе. Отбасыңды есіңе ал, жалғыз емессің. Осы сәтте бір сұрақ туындайды. Неге дәл осы орман? Неге адамдар осы жерге келеді? Бұған бір себеп бар. Аогигахара өте тығыз орман. Ағаштар бір-біріне өте жақын өседі. Кей жерлерде күн сәулесі жерге жетпейді. Ал орман соншалық тыныш, тіпті желдің дыбысы да әлсіз естіледі. Бұл тыныштық кей адамдар үшін өте ауыр сезім тудырады. Тағы бір ерекше факт бар. Бұл орманда компас әрқашан дұрыс жұмыс істей бермейді. Себебі жердің астында лава тастары бар. Бұл тастар магниттік ауытқулар тудыруы мүмкін. Сол себепті орман ішінде жол табу кейде өте қиын. Бірақ Аогигахара Жапониядағы жалғыз проблема емес. Бұл орман тек үлкен әлеуметтік мәселенің символы. Жалғыздық, қысым, үнсіздік. Жапония қоғамы сыртынан өте тыныш көрінеді. Бірақ сол тыныштықтың ішінде көп адам өз сезімдерін жасырып, ешкімге айтпайды. Жапон мәдениетінде эмоцияны ашық көрсету әрқашан қабылданбайды. Сол себепті кей адамдар ауырлықты ішінде сақтайды. Ал кейде
сол үнсіздік жақсы нәрсеге апармайды. Бірақ бір маңызды нәрсені түсіну керек. Жапония осы проблемаларды жасырып отырған жоқ. Соңғы жылдары үкімет және қоғам осы мәселелерді шешуге тырысып жатыр. Мысалы, жалғыздықпен күрес бағдарламалары пайда болды. Адамдарға психологиялық көмек көрсетілуде. Ал кей қалаларда қауымдастықтар адамдарды қайта байланыстыруға тырысады. Себебі Жапония тек технология ғана емес, бұл өте күрделі қоғам. Онда тәртіп бар, дисциплина бар, бірақ сол жүйенің ішінде адам тағдырлары да бар. Ал кейде сол тағдырлар өте ауыр болуы мүмкін. Жапония өте ерекше ел. Бұл ел әлемге тәртіптің және мәдениеттің үлгісі ретінде көрінеді. Көшелер таза, қылмыс аз, қоғам өте ұйымдасқан. Бірақ осындай мінсіз жүйенің ішінде адамдар өмір сүреді. Ал адамдардың өмірі әрқашан күрделі. Жапония мінсіз қоғам емес, бірақ ешбір қоғам мінсіз емес. Ең маңызды нәрсе, Жапония өз проблемаларын мойындап, оларды шешуге әрекет жасап жатыр. Жалғыздықпен күрес бағдарламалары, психологиялық көмек, қоғамдық қолдау, бұл мәселелер жай ғана Жапонияға тән емес. Бұл қазіргі кезде көп елдерде кездесетін проблема. Сол себепті Жапония тарихы бір нәрсені көрсетеді. Тәртіп және даму өте маңызды, бірақ адам әрқашан сол нәрсенің ортасында жүру керек. Өйткені кез келген қоғамның күші оның адамдары. Бұл видеода мен саған Жапонияның екінші жағын көрсеттім. Егер саған осындай видеолар қызық болса, каналға тіркел. Сау, саламат.